Кейде беліңізде болған қышыма да қауіпті аурулардың белгілері болуы мүмкін. Мұндай кезде дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс. Бауыр бұл денеміздегі маңызды ағзалардың бірі. Ол ас қорытуға көмектеседі, өмірлік маңызды заттарды синтездейді және токсиндерді сыртқа шығарады. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған проблемалардың бірі. Тек ақш-тың өзінде 30 миллионға жуық адам бауыр ауруынан зардап шегеді екен. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Каналымызды қолдау мақсатында осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Егер де сіз үнемі қабырғаңыздың төменгі жағы сыздап ауыратынын сезсеңіз, тез арада гепатолог, гастретолог, тым болмағанда терапевт дәрігерге көрінгеніңіз жөн. Бауырыңыз қатты бүлінген кезде де ауырмайды. Себебі бауырда ауруды сезетін рецепторлар болмайды. Әдетте ауырсыну немесе шаншу ауру өте асқынған кезде ғана болады. Ондай кезде бауырыңыз іседі де өзін қоршап тұрған капсула қабырғасына қысым көрсете бастайды. Міне осыдан кейін ғана науқас ауруды сезе бастайды. Мұндай жағдайда өкінішке орай емдеу кеш болады. Бірақ оң қабырғаның төменгі бөлігінің ауруы мүлдем басқа жағдайларға байланысты да болуы мүмкін. Мысалы, өт қабығының ісінуі. Бауыр ауруларының басқа қандай белгілері бар? Бауыр бүлінгенде бел, іш, оң иық ауруы мүмкін. Кейде тіпті ауырсыну сезімі мүлдем болмайды. Бауыр ауруының белгілері: әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасыз және де себепсіз арықтау, жиі бас айналу және де құсу, тәбеттің жоғалуы, аяқтың төмен жағының ісінуі, іштің кебуі, белгісіз себептермен тері мен дененің кез келген бөлігінде, мысалға қолда, аяқта, иықта қышудың көбеюі және де жоғарыда айтылған белгілерден бөлек көз алдының сарғаюы, кіші дәрет түсінің бұзылуы байқалса, дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз дұрыс. Бауыр не үшін ауырады? Бұл ағзадағы белгілері сыртқа мүлдем байқалмайтын ондаған ауру бар. Солардың ең көп тараған түрлеріне тоқталайық. Вирусты гепатит. Бұл А, В, С, Д гипервирустары. Олардың арасында ең қауіптісі В гепатит. Адам өліміне алып келеді, ал арасындағы ең әлсізі А гепатит болып саналады. Бұл ауру халық арасында сары ауру немесе Боткин ауруы деген атпен таралған. Ол кір қолмен, жуылмаған жеміс-жидекпен, лас су арқылы жұғады. Боткин ауруының бір артықшылығы, ол басқалар сияқты жасырын емес, бірден сезіледі. Ол кезде аурудың алдын алудың мүмкіндігі бар. А вирусын емдеуге болады және де емделгеннен кейін бауырда белгілері мүлдем қалмайды. Ал А, В, С, Д вирустарын анықтау және де емдеу ұзақ уақытты талап етеді. Бұл вирустардың әрқайсысы циррозға, яғни бауыр жеткіліксіздігіне немесе тіпті бауырдың қатерлі ісігіне дейін апаруы мүмкін. Алкогольді гепатит бауыр қабынуының тағы бір түрі. Вирус емес алкоголь. Тұрақты және де шамадан тыс алкогольді тұтыну бауырдың ішкі ауырсынуына алып келеді. Нәтижесінде цирроз пайда болады. Бауырдың сау жасушаларының жұмысын тоқтатады. Гепатиттің басқа да түрлеріне есірткіні асыра пайдалану немесе ауыр металдармен улану да бауыр ауруларына себеп болады. Бұл жағдайлар медикаментті немесе токсикалық гепатит ретінде белгілі. Егер иммундық жүйенің бұзылып, бауыр жасушаларына шабуыл жасаса, ол аутоиммундық типте пайда болуы мүмкін. Май алмасуының бұзылуы. Жасушада май жиналған кезде ауру дами бастайды. Бұл аурудың жұмысына кедергі жасайды. Олар уыттарды залалсыздандыра алмай қалады. Бұл кезде бос радикалдардың жиналуы басталады. Жасушалар өле бастайды. Бауыр өзінің негізгі қызметін жасауды тоқтатады. Майлы гепатоз шағын қолайсыздық туғызады. Бірақ бұның айқын симптоматикалары жоқ. Жүрек айнуы, іштің кебуі, ас қорытудың бұзылуы, дәреттің қиындығы, жоғарғы дене қызуы бұзылуы мүмкін.
бауырға сары ауру немесе күйік дәмі айқын келеді. Ісіктер. Бауыр ісіктерінің қатерлі және қатерсіз деп екіге бөлуге болады. Қатерсіз ісіктер айтарлықтай жеңіл жиі кездеседі. Бұл кезде сізге басқа анализдер қажет болуы мүмкін. Мысалы, МРТ, биопсия, бауыр жасушаларының зертханада тексеру. Бірақ кей жағдайларда тек қана өмір салтын ғана өзгерту бауыр ауруларының алдын алады. Мысал келтіретін болсақ, артық салмақтан арылу, алкогольден бас тарту, майлы тағамдардан бас тарту. Дәрігер белгілеп берген тамақтарды жеу арқылы бауырыңызды айтарлықтай жақсартып алсаңыз болады. Бауырды қандай шөптермен тазалауға болады? Бауырды тазалағыш ең мықты шөптердің бірі бессмертник. Оны бұлай әзірлейді. Ыдысқа осы шөптің кептірілген және де ұнтақталған 2-3 ас қасық салып араластырасыз. Сосын термосқа 3-4 ас қасық салып, үстінен жарты литр қайнаған су құясыз. Бұл бір күндік мөлшер. Керек уақытында сүзіп құйып алып тұтынасыз. Ішу тәртібі мынадай. Таңертең жылы күйде 1 стақан ішесіз. Екіншісін ұйқыға жатар алдында ішесіз. Осы әдіспен 2 ай бойы жүргізесіз. Зәйтүн майы. Бауырды зәйтүн майын қолданып тазартуға да болады. Өйткені ол ең күшті өт тазалаушы өнім болып саналады. Күніне 1 ас қасық зәйтүн майын ішіп тұрса, өт көп бөлінеді. Майлар ыдырап, ішек жұмысы жақсарады. Өт бауырда, өт қабырғасындағы қақтарды өзіне тартып, ағзаны табиғи жолмен тазартады. Бұл майдың экстравиржи деп аталатын сұлбасы ең пайдалысы болып саналады. Өйткені ол термиялық әрекетсіз таза сығымды күйінде алынады. Ол табылмаса, зығыр немесе сарымсақ майы да жарай береді. Жағдайыңызға қарай көресіз. Пайдасы болмаса, зияны жоқ. Егер бауырыңыз ластанған болса, жоғарыда айтылған тәсілді дұрыс қолданып, осы тазартуды орындасаңыз, сізде мынандай өзгерістер пайда болады. Денсаулығыңыздың жақсарғанын сезесіз. Қан тамырыңыздағы қандардың ағымы жақсарады. Тыныс алуыңыз, ас қорытуыңыз қалыпқа келеді. Бас ауруыңыздан, ауыздан жағымсыз иіс, ащы дәм шығуы жойылады. Терінің түсі оңалады. Көз қарашығының айналасы өзінің табиғи реңін табады. Бетіңіздегі әжімдер жоғалады және де өзіңізді жеңіл сезініп, көңіл күйіңіздің көтерілгенін, біршама мінезіңіздің жақсарғанын байқайсыз. Ем болсын. Құрметті көрермен, бүгінгі видеомыз пайдалы болды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Айтылған кеңестерді тыңдап қана қоймай, өміріңізде қолданыңыз. Егер видео ұнаған болса, біздің арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк баса кетулеріңізді сұраймыз. Сау, саламатта болыңыздар.